Bismillahirrahmanirrahim. Al-atfu deydi. Atf deydi. Ve na'un yusamma atfan. Екінші түрі табиқтердің атф деп айтылатын түр. Мислу мысалы шарофа, аш-шарофа вәл не дейді? Мислу шарофа вәл адаби мин дейді. Шароф адаб деген сөз сияқты мынау сөйлемдегі дейді. Осы екі сөз не болады? Атф болады дейді. Яблуғу толибул маджа ва шарофа бил илми вал адаби. Жетеді талиб, ынталанушы, талап етуші адам мәжда, ұлылыққа жетеді, ва шарофа және құрметке жетеді, бил илми вал адаби, әдеппен және біліммен дейді. Әдеппен және біліммен талапкер құрметке және абыройға жетеді дейді. Осы жерде ұйғырыптайық кішкене. Яблуғу фи'л мудари марфу аламату рафиhi дамматун зохиратун, неші мудаф, неші муғраб, неші марфуқ, лианнаху лам юсбақ бен навасиб вәл жавазим, жазым етуші, насып етушілермен алдын келмеген. Ат-талиб оның фа'илі марфу, ал-мәжда мафғул бих, сол үшін мансуб, ва харф атф, шарафа маътуф ала мәжда. Мәжда деген сөзге не болатыр? Шарафа деген маътуф болатыр, сол үшін мансуб. Маътуф ала мансуби мансуб. Мансубқа маътуф болған нәрсе онда мансуб болады. Бил илми би харф жар илми мажрур жар мажрур мутағаллақ яблуғуға барады. Мутағаллақ дегенді түсіндіре салайын. Яғни бил илми, іліммен десе түсініксіз болып қалады бізге. Іліммен десе. Ол іліммен деген сөз түсінікті болу үшін бір нәрсеге мұқтаж болады. Бір фиғылға әрдайым мұқтаж болады. Іліммен не істейді? Яблуғу, жетістікке жетеді десе, дейсің. Біреуге келіп, іліммен десең, не іліммен дейді? Не іліммен? Не іліммен дейді? Түсініксіз болып қалды мағынасы. Соның мағынасы түсінікті болу үшін бір фиғылға мұқтаж болып тұрады. Бір фиғылға не істейді? Ілініп тұрады. Мутағаллақ деген сол ілініп тұрады, өз мағынасы түсінікті болу үшін. Бил илми, іліммен не істейді? Яблуғу, жетістікке жетеді. Вәл адаби мәжрур болып тұр. Вәл харфат адаби маътуф ала илми мәжрур маътуф ала мәжруи мәжрур. Алдындағы илм деген сөзге мәжрур болып тұр. Маътуф болып тұр, сол үшін мәжрур болады екен. Ва мислу вау дейді. Вау сияқты харф атып болады дейді мына сөздер. Фа, тума, ау, ам, ләкин, ла, бәл деген сөздер. Изан касанал қалам. Егер қалам сынып қалса. Ва давату. Және сиясауыт сынып қалса. Вал ардаб. Ва аротта ан туаббира ан залик. Осы жайла туаббира. Айтуды қаласаң дейді. Не деп айтасың? Фа бадала ан тадкура жумлатайни. Екі сөйлемді айтудың орнына дейді. Ихтахум инкасарал қаламу ва сани инкасарал адавату. Бұлай деп айтудың орнына. Инкасарал қаламу, қалам сынды. Инкасарал давату, сиясауыт сынды деп. Екі рет айтпайсың ғой, жынды адам болса. Не деп айтасың? Қалам және сиясауыт сынды деп айтасың ғой, екі сөйлем айтудың орнына қалам және сиясауыт сынды деп айтасың. Якфи ан тазкура фи'лан маротан вахидан. Фиғылды бір рет айтасың. Сынды дегенде бір рет айтасың фиғылды. Ватати ба'даху бил исмайн. Сосын бар екі исімді бірге айтасың. Мунфасилатайни би вави. Бірақ екі исімнің ортасын бөлесің дейді. Ваумен бөліп айтасың дейді. Фатақулу былай деп айтасың. Инкасарал қалам ва давату. Қалам және сиясауыт сынды деп айтасың. Фама ба'да вави юсама маътуфан. Ваудан кейінгі нәрсе маътуф деп айтылады. Вама қаблаха юсама маътуфан алейх. Ал ваудың алдыңғы сөз маътуф алейх деп айтылады дейді. ويجب في المعطوف أن يتبع ما قبله في نوع إعرابه. Және де маътуфке өзінің алдыңғы сөзге иғрабының түрінде еру міндетті болады дейді. فلفظ دوات في هذا المثال مرفوع تبعا للفظ قلم المفعول على أنه فاعل. Бұл сөйлемдегі давату деген сөз марфуқ болып тұр, қаламын деген сөзге еріп, ал қаламын деген сөз фаил болған үшін марфуқ болып тұр дейді. Түсініксіз болса сұраймыз. Вафи касарту қалама ва давата. Және де касарту қалама ва давата деп айтсаң дейді. Касарту қалама ва давата деп айтсаң, қаламды және сиясауытты сындырдым десең, не үшін сындырасың? Мансубын табаан лил қалама. Бұл жердегі давата деген сөз мансуб болады, қалама деген алдыңғы сөзге еріп. Мансубын ал-қалама мансубын ала аннаху маф'улун бих. Ал-қалама деген сөз маф'ул бих болған үшін мансуб болып тұр дейді. Дұрыс қой. Вафи ажибту мин касрил қалами ва давати
және де былай деп айтсаң дейді, ажибту, мен таң қалдым, мин касрил қалами, қаламды сындыруға таң қалдым мен. Бір қалам сындырыпты, соған мен таң қалып тұрмын, мә не үшін сынып қойған деп. Ва давати, және сиясауыттың сынғанына таң қалдым деп айтса дейді біреу. Мәжрүр табан лил қалами. Бұл жерде давати деген сөз мәжрүр болады, алдында қалами деген сөзге еріп. Ал-мәжрүр аля аннаху мудоф илейх. Ал алдындағы қалами деген сөз мәжрүр, өйткені ол мудоф илейх, кәсір деген мудоф, қалами мудоф илейхи болған соң мәжрүр болып тұр. Ва харфат ад-давати маътуфун алал мәжрури, мәжрүр болып тұр. Ван касарал қаламу ва тақулу ин касарал қаламу фаддавату. Былай деп айтасың дейді. Ин касарал қаламу, қалам сынды, фаддавату, артынша, фа деген артынша, бірден деген сөз, артынша, давату, сиясауыт сынды деп айтасың. Иза аратта ан тадулла ала анна касара давати кана ақиба касрил қалами. Егерде сиясауыттың сынуы қаламның сынуының ақиба дәл артында болғанын білдіруді қаласаң дейді, сілтеуді қаласаң дейді соған. Фа деген сөзбен айтасың дейді. Ол да харф атф, Ван касарал қаламу сумма давату. Сосын барып келесі харф, бірінші харф атымыз вау, екіншісі дәл, фа, үшіншісі сумма. Ин касарал қаламу сумма давату деген. Содан соң деген сөз ғой. Иза аратта ан тадулла ала анна касраха кана бада касрихи бизаман дейді. Егерде сиясауыттың сынуы қаламның сынуынан кейін бизаман, кішкене уақыт өткеннен кейін болғанын айтуды қаласаң дейді. Бірден сынғанын айтуды қаласаң, қаламсын, сосын барып бірден сиясауыт сынғанын айтуды қаласаң, фад давату деп айтасың. Ал кішкене уақыттан кейін сынғанын айтуды қаласаң, суммал давату деп айтасың. Сумма деген біраздан кейін, сосын кішкене деген сөз. Ван касарал қаламу ауид давату. Қалам немесе әу деген. Сиясауыт сынды деп айтасың. Бұның бәрі харф атыфтар. Иза канал максуру ахадухума фақат дейді. Егер екеуін біреусі сынған болса дейді. Ва анта шаккун фи та'инихи, және сен екеуін біреусі сынғанында тағайындауда күмәнданып тұрсың дейді. Қайсы сынған білмейсің, күмәнданып тұрсың, қалам немесе сиясауыт сынды деп айтасың ғой. Ван касарал қаламу лад давату. Қалам сынды, сиясауыт емес, ля деген. Бұл да харфат. Иза канал максурул қаламу фақат. Егер де сынған қалам ғана болса, сиясауыт деп адам ойлап тұр, сен сиясауыт емес қалам екенін білдіргің келсе, ин касарал қаламу лад давату деп айтасың. Қалам сынды ғой, сиясауыт емес, сен дұрыс емес ойлап тұрсың деген мағынада. Вал қалама касарта амид давата иза стафхамта анил максури минхума дейді. Және де былай деп айтасың. Вал қалама касарта амид давата. Вал қалама касарта, қаламды сындырдың ба? Амид давата, немесе сиясауытты сындырдың ба? Иза стафхамта анил максури минхума. Екеуін біреусінің сынғанын сұрасаң дейді. Мына жер қиын екен. Мына жерде бір түсіндіретін мәселе бар, пауза қойын.